қойды делік қамағаннан кейін оның артында қалған балалары, жұбайлары, ата-аналары, туыстарының халі қандай болып жатыр? Онымен ешкімнің шаруасы жоқ, оны ешкім бақылап жатқан жоқ, тексеріп жатқан жоқ. Біз қалай ел болмақпыз? Бізге рақымшылық танытып, барлығын босатуын талап етеміз. Армысыздар, құрметті қауым. Бүгін қазіргі таңда қасіретті қаңтар, қанды қаңтар оқиғасы әлі біткен жоқ. Оның азабын шегіп жатқандар, соның ішінде жүргендер, туған туыстары жатқандар біледі жақсы. Бірақ мынау үкімет па, билік па білмеймін, бұған көз жұма қарап, кәдімгі соқырдай, құлағы естімейтіндей, көз көрмейтіндей мән бермей жылы жауып қойып отыр. Елдің бәріне жаңағы аңқау елге арамза болды дейма, рақымшылық танытып, барлығы босатылады, барлығы жауаптан босатылады, азат етіледі деп уәде етіп келе жатыр. Бірақ ешқандай нәтижесін әлі көрген жоқпыз. Өрімдей жап-жас балалар, 17, 18, 19 жасар балалар қару-жарақты тауып алып суретке түскені бар, қызығушылықпен алғаны бар. Барлығын 5, 6, 7 жылға бас бостандығынан айырып, абақтыға қамап тастап жатыр. Одан бөлекте біздің мынау елім деп еңіреп, шындықты айтып, әділдікті айтамын деп, ешқандай кінәсіз жала жабылып, екінші рет абақтыға Қосай бауырымыз қамалып отыр. Оның 70 жастағы қарт анасы бар. Ол кісі ауыр дертке шалдығып, аяғынан жүре алмай отыр. Жалғыз асыраушысы Қосайды бір қаншер қылмыскер сияқты жауып отыр. Оны абақтыға қамауға ешқандай негіз жоқ, ешқандай дәлел жоқ. Оған мен өзім куәмін. Сол Қосай бауырымыздың жанында соңғы күндері, қамалғанға дейін соңғы күндері бірге жүрдім, көрдім. Ол бар болған тек қана халықтың алдына осы қасіретті қаңтар оқиғасына байланысты сұрақтар, мәселелерге байланысты құқық қорғау органдарының жауапты өкілдерінің шығып, жан айқайын тыңдап халықтың олардың сұрақтарына жауап берсін деді. Бар болғаны сол, тек қана әділ шешімді талап етті, әділеттілікті талап етті бар болғаны. Және соңғы күні, 1 маусым күні қалалық прокуратураның алдында да сол прокуратурадан талап еткені халықтың алдына шығып, сұрақтарымызға жауап беріңіздер. Мына ата-аналар, мына халық шаршады, бітті, қайда барарын білмейді деп шырылдаған болатын. Сол күні қалалық прокуратураның бас прокурордың орынбасары Назар Ыбырайымолдаев өзі шығып, Қосайдың қолын алып уәде берді. Сендер бүгін қайтыңдар, ертең 2 маусым күні күндіз сағат 11-де мен ғимараттың 1-ші қабатына түсемін, халықтың алдына сұрақтарына жауап беремін деп қол алып, жігіттік уәде берді. Сөйтіп үйіне қайтарған болатын. Міне осыдан кейін біз тарап кеттік. Арада жарты сағат болмай 4 немесе 6 патрульдік көлікпен қаумалап жолда келе жатқан достарымен үйіне қайтып бара жатқан Қосайды ұстап қамап қойды. Және келесі күні сот отырысында не себепті қамадыңыз деп сұраған кезінде сол полиция қызметкері жол ережесін бұзды деп айтты. Ол рөлде отырған жоқ, ол көлікті жүргізген жоқ. Қалай ол жол ережесін бұзады? Тіпті жол ережесін бұзған күнде де оған әкімшілік айыппұл салып жібермей ме? Шынайы расымен де қылмысты жасаған қылмыскерлер бостандықта жүрді. Елім деп еңіреген азаттықты, халықтың бейбіт елдің тыныштығын, халықтың бірлігін тілеген батырларымыз абақтыда жатыр. Мен Қосайдың қамалуына қарсымын. Қосайдың бостандығын талап етеміз. Оның жалғыз анасына қазір жалғыз асыраушысы Қосайдың көмегі қажет. Сол үшін Қосайдың бостандығын талап етемін. Жалпы қаңтар көтерілісіне қатысқан Қазақстан азаматтары қазір абақтыда әлі отыр. Біз нақты талабымыз азаматтық белсенділер, мұқалмас бірлестігі, ел мен жер қозғалысы, нақты біздің талабымыз қаңтарда қатысқан, бейбіт шеруге шыққан
елім үшін жерім үшін бір өзгеріс болсын деп шыққан азаматтарға түгеліне жаппай бостандық талап етеміз. Түгел мораторийға ілінсін. Тоқаев, Қасым-Жомарт Тоқаевтың сөзі бос сөз болып қалмасын. Біздің нақты айтарымыз, үндеуіміз, талабымыз осы. Алматы қаласы 2022 жыл 5 қазан. Барлығына бостандық талап етеміз. Біз қазір ол абақтыда отырған балалардың күйлері қандай күйде екен, сол жерде отырғандар және солардың туыстары біз ғана көзбен көріп, іштей сеземіз, білеміз. Ол ата-аналардың бастарынан кешіп жатқан күндері қандай екені ешкімнің шаруасы жоқ. Бізге рақымшылық танытып, барлығын босатуын талап етеміз. Соншалықты билік жарайды, тіпті қамап қойды делік. Қамағаннан кейін оның артында қалған балалары, жұбайлары, ата-аналары, туыстарының халі қандай болып жатыр? Онымен ешкімнің шаруасы жоқ. Оны ешкім бақылап жатқан жоқ, тексеріп жатқан жоқ. Біз қалай ел болмақпыз? Барлығының бостандығын талап етеміз. Рақымшылық талап етеміз. Бөліп жармай барлығына бірдей рақымшылық талап етеміз. Онсыз да қазір қамалып жатқандар тек қана қару-жарақ бойынша ғана қамалып жатыр, бірақ баппен қамалып жатыр. Сонда оның несін қарай береді, ненің егжей-тегжейін қарап тексере береді. Биліктің өзі емес пе барлығына атыс жариялап, қанша бауырларымызды, қаншама жастарды қырып тастаған. Енді қарапайым халықтан бар болғаны, қаруды алған немесе бар болғаны халықтың бейбітшілігін сұрап, бірлігін сұрап, азық-түліктің арзандауын сұрап, талап етіп, сөз бостандығын айтуға шыққан халықты не себепті қылмыскер деп қамап қояды? Біз бостандықты талап етеміз, барлық ата-аналар атынан. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа дат осы қаңтар көтерілісіне қатысқан азаматтардың түгелін босатуды талап етеміз.